2010 жылы Қазақстанда аса ауқымды инновациялық жобалардың бірі іске асырылып, Қарағанды облысындағы металлургиялық кремний өндіретін зауыт пайдалануға берілді. Алайда 3 жылдан кейін түрлі техникалық және қаржы жағдайларына байланысты зауыт жұмысы тоқтап қалды. 2013 жылғы желтоқсанда Қазақстан Республикасы президенті жанындағы тау металлургия саласы жөніндегі кеңестің отырысында Тау Кен Самұрық компаниясына өндірістік қуаттарға техникалық аудит жүргізу, кремний өндірісін қалпына келтіру және шығару бойынша шаралар әзірлеу тапсырылған болатын. Аталған тапсырманы орындау жолындағы Тау Кен Самұрық басшылығы Тау Кен темір еншілес компаниясын құрды. Қалпына келтіру жұмыстары барысында істен шыққан жабдықтарды алмастыру жүзеге асырылды. 2 мульді көсеу машинасының шөміштерді құрғату мен қыздыруға арналған 2 қондырғының жұмыс істеу қабілеті қалпына келтірілді. Газ сауыт станциясы мен орталық зертхана жұмысы толығымен іске қосылды. Тау Кен темір компаниясының мамандары тоқтап қалған құйма ұшқындарын тазарту, көмір электрод пештерін монтаждау, кірпіш қамтаманы жөндеу, автоматты бақылау жүйесі мен пешті басқарудың берілген параметрлерін тексеру және қалпына келтіру жұмыстарын жасады. Пеш түбіндегі көмірлік қаптамаға жөндеу жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар, өндіру жұмыстарын тұрақтандыру үшін Тау Кен темір компаниясы Қарағанды облысының Ұлытау ауданында орналасқан Ақтас кен орнынан тасымалданатын шикізатпен өндірісті қамтамасыз ету бойынша шаралар жүргізді. 2014 жылғы 2 қазанда нөмірі 1 электродоғалы руда қыздыру пеші пайдалануға берілді және 2014 жылғы 15 қазанда кремний зауыты алғашқы өнімін шығарды. Қазіргі уақытта нөмірі 1 пеш жұмыс істеп, жоғары маркалы сұраптағы металл өндіреді. 2014 жылы осы пеште 1834 тонна, ал 2015 жылы 6000 тоннадан астам тауарлы кремний өндірілді. Нөмірі 1 пеш іске қосылғаннан кейін RHI неміс компаниясының мамандарының кеңесі бойынша зауыт нөмірі 2 пешті күрделі жөндеу бойынша шараларға кірісті. Нөмірі 2 пешті іске қосуда әлемге әйгілі SMS Group GmbH компаниясы іске тартылып, олар шикі құрамды құрғату, қыздыру, іріктеу және пешті одан әрі пайдалану жөніндегі жұмыстарға кеңестік сүйемелдеу жасауды жүзеге асырды. 2015 жылғы 25 қыркүйекте қалпына келтірген пеште алғашқы металл өндіру басталды. Қазіргі уақытта пеш қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр және ағымдағы жылдың қыркүйек қазанында шамамен 1000 тонна металлургиялық кремний өндірілді. 2016 жылдың ортасына қарай өндіріс қуаты жылына 20 000 тоннадан астам металлургиялық кремнийді құрайтын болады. Өндірісті оңалту барысында кәсіпорындағы барлық жұмыс орындары қайта қалпына келтірілді. Бүгінгі таңда зауытта шамамен 380 адам жұмыс істейді.